Үммі Сәләма. Үммі Сәләма жайлы не білесің? Оның әкесі Мақсум тайпасының абыройлы да атақты ақсақалдарының бірі еді. Арабтардың ішінде ол өзінің жомарттығымен танылған адам. Оған бұл жомарттығы үшін Зәдуррақип деген лақап ат қойылды. Мағынасы жолаушы дорбасы. Яғни онымен шыққан жолаушы дайындалмай шықса да, ол сөзсіз қамтамасыз ететіндігі үшін қойылған ат. Үммі Сәләманың күйеуі Абдулла ибн Абдул-Асад алғашқы исламды қабылдаған адамдардың бірі. Одан алдын ислам қабылдаған Әбу Бәкір, Алла олардан разы болсын, және одан басқа саусақпен санаулы адам ғана. Негізгі шын есімі Хинд. Алайда Үммі Сәләма, Алла одан разы болсын, есімімен Куния аталып, сол есіммен танылып кеткен. Үммі Сәләма, Алла одан разы болсын, исламды өзінің күйеуімен бірге алғашқылардан болып қабылдады. Ол екеуінің ислам қабылдағаны жайлы хабар таралғанда, құрайыштықтар тау шыдамастай асқан қатыгездік пен зорлық-зомбылық көрсете бастады. Алайда бұл нәрсе оларды әлсіретпеді де, қаймықтырмады да. Құрайыштың мұсылмандарға зорлық-зомбылығы күшейген кезде, Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға Эфиопияға көшуге рұқсат етті. Үммі Сәләма мен оның күйеуі де алғашқы мұхажирлердің ішінде болды. Осылайша Үммі Сәләма күйеуі Меккені, кең үйін, атақ-даңқын, ата-бабасынан келе жатқан тектілігін артқа қалдырып, өзге жат жерге сауапты тек қана Алладан күтіп, оның разылығы үшін ғана кетті. Үммі Сәләма мен күйеуі Нәжашидің, Алла жәннаттық етсін, қорғанында бола тұра уахидың қайнар бұлағы Меккеден және Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам ажырап қалу оларға ауыр тиді. Бір шамы уақыт өткенде Эфиопия жеріндегі мұсылмандарға Меккеде мұсылмандар саны артқандығы, Хамза ибн Абдул-Муталиб және Омар ибн Әл-Хаттабтың, Алла олардан разы болсын, ислам қабылдап мұсылмандардың күш-қуаты артқандығы және бұрынғыдай құрайыштықтардың жаба шектіріп азаптамайтындығы жайлы хабар жетеді. Сөйтіп, елін қатты сағынған мұхажирлердің ішінен бір топ мұсылман Меккеге қарай жол тартады. Әрине, оның ішінде Үммі Сәләма мен күйеуі де бар. Көп ұзамай қайтып келе жатқан мұхажирлер бұл хабардың асыра сілтеп айтылғандығы және Хамза мен Омардың, Алла олардан разы болсын, ислам қабылдағаннан кейінгі мұсылмандарға жасалып жатқан азаптау тәсілдері бұрынғыдан да аса ауыр екенін біледі. Сол уақытта Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам мұсылмандарға Мәдинаға көшуге рұқсат берді. Үммі Сәләма және күйеуі, Алла олардан разы болсын, дінін сақтау үшін және құрайыштықтардың азаптауынан құтылу мақсатында көп уақыт жоғалтпай көшуге бел буды. Алайда Үммі Сәләма мен күйеуінің Мәдинаға хижреті олар ойлағандай оңай болмады. Керісінше, оларға ең ауыр, адамға қатер төндіретін қауіп болды. Ендеше бұл сапардың соншалықты қауіпті, эмоционалды болғанын терең түсініп сезінуіміз үшін Үммі Сәләманың басынан өткен оқиғаны өз аузынан естиік. Үммі Сәләма, Алла одан разы болсын, былай дейді: Мәдинаға көшуге бекінгенімізде күйеуім Әбу Сәләма, Алла одан разы болсын, маған түйені дайындады. Содан соң оған мені отырғызып, тіземе баламыз Сәләманы қойды. Әбу Сәләма, Алла одан разы болсын, еш нәрсеге тоқтамай және жан-жаққа қарамай түйені жетектеп Меккеден шыға бергеніміз сол еді. Бізді менің Бәну Махзум рауымынан болған бір топ адамы көріп қалды. Жолымызды бөгеп маған және Әбу Сәләмаға: біз сені жолынан қайтара алмаған екенбіз, алайда мына әйеліңнің оған қатысы қанша? Ол біздің руымызға тиесілі қыз, бізден оны алып бөтен жерге кетуге жол береді деп ойлайсың ба? Осылай олар күйеуімді бас салып мені одан алып кетті. Мені баламды тастап тартып алғанын көрген күйеуімнің Абдул-Асадтың тараған руластары ашуланып: Алламен ант етеміз, біздің руларымыздан оның әйелін және баласын күшпен тартып алғандарына бейжай қарамаймыз. Бала біздің рудан тараған, бала әуелі бізге тиесілі деп, менің көзімше балаға талас-тартыс басталып кетті. Соңында балам Сәләманы Бәну Махзум адамдары қолымнан тартып алды. Сөйтіп, қас қағым уақытта өзім жалғыз қалдым.
Күйеуім Мәдинаға өзі және діні үшін жол тартты. Ал баламды Абдул Асад тайпасы қолымнан тартып алып кетті. Өзім болсам, өзімнің руым Бәну Мағзумда қалдым. Бір сағаттың ішінде мені, күйеуімді, баламды 3 жаққа ажыратып жіберді. Сол күннен бастап менен күйеуім мен баламды ажыратқан Аптақ деген жерге әрбір таңда келіп, кешке дейін жылап, сол сәтті көзіме елестетумен болдым. Бұл менің көкемнің балдарының бірі. Бұл халімді көргенше 1 жыл немесе сол уақытқа дейін жалғасты. Ол мені қатты аяп, жағдайымды түсініп, менің руластарыма: сендер мына бейшара әйелді осылай сұрап отыра бересіңдер ме? Оны күйеуінен және баласынан ажыратқандарыңды түсінбейсіңдер ме? Олардың жүрегіндегі аянышы оянып, қаласаң күйеуіңмен қосыла аласың дегенге дейін жалғастырды. Алайда мен қалай қайғымның бір бөлігі болған Абдул Асадтағы баламды тастап Мәдинадағы күйеуіме кетемін. Мен Мәдинаға барып, балам Меккеде қалса, менің қайғы-қасіретімнен аққан көз жасым тоқтайтын ба еді? Мұны білген руластарым бұл туралы Абдул Асад руымен сөйлесті. Олар да маған мейірімділік танытып, менің ұлым Сәләманы маған қайтарып берді. Күйеуіммен қауышуға кедергі болатын осындай көп жағдайға душар болып қалам ба деп Меккеде көп қалғым келмей, Мәдинаға сапар шегетін адам іздедім. Көп кешіктірмей түйемді дайындап, қолыма баламды алып, күйеуіме тезірек жету үшін қасымызда Алланың жаратқан ешбір жаратылысы болмаса да, Мәдинаға қарай жолға шықтым. Алайда Танғимға шамамен Меккеден 5 километр ара қашықтықта әрең жеттік. Сол жерде Осман ибн Тәлханы кездестірдік. Ол маған: «Қайда жолға шықтың, Задурақиптың қызы?» деді. «Мәдинадағы күйеуіме» дедім. «Неге жаныңда ешкім жоқ?» деді. «Алламен ант етейін, мен мына баламнан және Алладан басқа ешкім жоқ» дедім. «Алламен ант етейін, ендеше сендер Мәдинаға жетпейінше қастарыңнан кетпеймін» деп жауап берді. Сөйтіп, түйемнің тізгінін алып жетектеп жолға шықтық. «Алламен ант етейін, Араб таудан асқан шарапатты, кең пейілді сапарлас адам көрмедім. Әрдайым біз жолда демалуға тоқтаған сәтте менің түйемді шөктіріп, мен түйеден түскенше кішкене алыстайтын. Кейін келіп түйемді ағашқа байлап, өзі басқа ағаштың көлеңкесіне барып демалатын. Ал қайта жолға шығатын уақытта түйемді дайындап маған әкеліп, өзі тағы алыстап маған түйеге отыр дейтін. Отырған соң ол түйенің тізгінін алып жолға жүруді жалғастыратын. Бұл ісі Мәдинаға жеткенше әрбір күні жалғасты. Әмір ибн Ауфтың, Алла одан разы болсын, руы мекен еткен Құба жерін көрінген сәтте маған: «Сенің күйеуің осы жерде, Алланың берекетімен осы жерге аяғыңды бас» деп өзі қайта Меккеге қайтып кетті. Ұзақ уақыт бір-бірінен ажырап қалған отбасының басы қайта қосылып, күйеуіне жеткен Үммі Сәләманың, Алла одан разы болсын, көзі жайнап, қуанышында шек болмады. Әбу Салама, Алла одан разы болсын, жұбайымен баласын көріп қатты қуанды. Одан соң көзі ашып жұмғанша көптеген оқиғалар орын алды. Бәдір шайқасы болып, онда айқын жеңіске жетті. Оған Әбу Салама да, Алла одан разы болсын, қатысып, мұсылмандармен бірге аман-сау оралды. Бәдірден кейін Ухуд шайқасы болып, Әбу Салама шайқастың ішіне кіріп кетті. Асқан ержүректікпен шайқасып, соғыста Әбу Салама, Алла одан разы болсын, жарақат алды. Ол алған жарақатын емдеп жүріп, сауықтым деп ойлағанымен жарақаты асқынып кетті. Жарақаты қайта шығып, Әбу Салама, Алла одан разы болсын, төсек тартып қалды. Бір күні жарақатын таңып жатқан уақытта: «Уа Үммі Сәләма, мен Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассалам былай айтқанын естідім. Қайсы бір адамға қайғы қасірет келсе, ол: біз Аллаға тиесіліміз және оған қайтамыз. Аллахым, бұл қайғымның сауабын өзіңнен ғана күтемін. Аллахым, менен алғаныңның хайырлысын бер. Уа құдіреті күшті Раббым» деп айтса, міндетті түрде қабыл етеді деп Әбу Салама, Алла одан разы болсын, айтады. Әбу Салама, Алла одан разы болсын, төсек тартып бірнеше күн жатты. Бір күні таңда Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам зиярат етіп келді. Қайту үшін есікке жетер-жетпес уақытта Әбу Салама, Алла одан разы болсын, бұл дүниеден қайтты. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам мүбәрак екі қолымен асыл сахабасының көздерін жауып, аспанға қарап былай дұға қылды: «Аллахым, Әбу Саламаны кешір, оның дәрежесін өзіңе жақын құлдарыңның дәрежесіне көтер, оның отбасына өзің жеткілікті бол,
Уа әлемдердің Раббысы, оны және бізді кешіре көр, қабірін кең және нұрлы ете көр. Күйеуінің пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уассалам жеткізген сөзін еске алып, Үммі Салама былай дейді: біз Аллаға тиесіліміз және оған қайтамыз. Аллахым, бұл қайғымның сауабын өзіңнен ғана күтемін, алайда әрі қарай Аллахым, менен алғаныңның хайырлысын бер деп жалғастыра алмады. Өйткені Әбу Сәламадан артық одан жақсырақ кім бар? Бірақ та дұғаның жалғасын Үммі Сәлама, Алла одан разы болсын, толық айтты. Үммі Сәлама мен Алла одан разы болсын бірге бүкіл мұсылман қайғысына ортақтасып қайғырды. Сол кезде оған бүкіл арабтың жесірі деген атақ берді. Өйткені Мәдинада оның буыны қатпаған кішкентай баласынан басқа ешқандай туысқаны жоқ еді. Мұхажирлер мен ансарлар Үммі Сәламаның жағдайын түсініп, біршама уақыт өткен соң, Әбу Бәкір әс-Сиддиқ, Алла одан разы болсын, құда түсіп келеді. Алайда оның ұсынысын Үммі Сәлама қабыл алмады. Одан соң Омар ибн әл-Хаттаб, Алла одан разы болсын, келеді. Алайда оның да ұсынысын қабыл алмайды. Одан кейін Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам құда түсіп келді. Үммі Сәлама анамыз, Алла одан разы болсын, оған: уа Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам, менің 3 қасиетім бар. Біріншіден, мен өте қызғаншақпын. Қызғанып, менен теріс қылық көріп, ашуланып, Алланың жазасына ұшыраймын ба деп қорқамын. Екіншіден, жасым егде тартты. Үшіншіден, менің балаларым бар деді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам оған: қызғанышыңа келер болсақ, Алладан ол қасиетіңді кетірсін деп дұға етемін. Жасыңа келер болсақ, мен де жас емеспін. Балаларыңа келер болсақ, оларды өзімнің баламдай көремін деп жауап береді. Осыдан кейін Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам Үммі Сәламаға үйленіп, өзінің айтқан дұғасын Алла қабыл етті. Әбу Сәламадан хайырлысын оған нәсіп етті. Ол жай ғана Мағзум руынан шыққан Хинд және Сәламаның ғана анасы емес, бәлки бүкіл мұсылмандардың анасы болды. Алла тағала Үммі Сәлама анамызды жәннаттық етіп, оған разы болсын.